Челси клубы әр позицияға 2 ойыншыдан керек деп отыр. Рома клубына қандай бапкер келеді? Лионель Месси енді ойнамайды ма? Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Ал енді біз көп созбаймыз, әдептен озбаймыз. Айтпақшы, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал енді біз бастаймыз, кеттік. Енді достар, 2-3 күн болды. Осы Ливерпуль мен Тоттенхэмнің әңгімесі өте қатты өрбіп жатыр. Қазір футбол әлемінде, әлеуметтік желілерде, басылымдарда. Енді Диастың голы саналады ма, саналмайды ма деген әңгіме ғой. Офсайд болды ма, болмады ма деген. Офсайд негізінде болған жоқ, бірақ та болдыға санады төрешілер. Бұл төрешіні үлкен ойындардан да шеттетуі мүмкін енді. Ал енді бұл төреші өзінің кейінгі берген сұхбатында былай дейді: мен қапталдағы төрешіге бұл гол таза гол болды ма деген сұрақ қойдым. Ал ол болса офсайд болды ма деп түсіндім. Мені дейді, енді бұл енді ақталатын нәрсе ма, білмеймін, енді бір қисынға келмейтін әңгіме айтқан тәрізді меніңше. Бірақ та Ливерпульға обал жасады. Енді Тоттенхэм жеңіліп қалу керек еді деген сөз емес бұл. Бірақ кем дегенде тең ойыны матчы болды. Енді бұның бәрі төрешінің кінәсі деп толықтай айта аламыз, бірақ та ол офсайд емес деп мойындалды. Ол гол саналу керек еді делінді, бірақ та саналмайды. Сол есеп күйінде қалады. Кестеде командалар сол орында қалады. Қазір Тоттенхэм 2-ші орынға шықты, ал Ливерпуль жеңгенде тіпті 1-ші орынға да шығып кететін мүмкіндіктері бар еді. Тодд Боули Челсиді алған кезден бастап Челсидің жағдайы күннен күнге құлдыраумен ғана болды. Бірақ та бұнымен тоқтап қалмаймыз деп шешкен тәрізді. Жалпы Почеттино жаңадан ойыншылар алғысы келеді. Әлі де Почеттино айтады: мен әр позицияға 2 ойыншыдан алғым келеді дейді. Себебі биылғы жарақаттарға қарап сондай шешім қабылдаған шығар. Ең бастысы мықты бір шабуылшы алғысы келеді деген. Енді Брентфордтан Айван Тони бар бұл тізімде, Виктор Осимхен бар бұл тізімде, және де Альваро Мората, онымен қоса Душан Влахович та бар. Айван Тони Осимхенді айтып өттік, енді Мораттаны айтайық. Мораттаға не үшін қызығушылық танытып отыр? Биылғы маусымда ғана бір жарқ еткен шығар, сол Почеттиноның жүрегін селт еткізді ма? Немесе енді білмеймін. Қазір Моратта керек деп Челси клубына өз басым айта алмаймын. Одан қарағанда, егер салыстырмалы түрде болатын болса, Мораттадан қарағанда Осимхен, Айван Тони, Влахович келетін сияқты. Влахович енді қандай қиындықта болса да Челси клубы үшін жақсы ойнап бере алатын жас талантты ойыншылардың бірі деп санаймын Альваро Мораттаға қарағанда. Сондықтан да Влахович дұрыс тәрізді. Ал енді бұл ойыншы алумен ғана шешілетін мәселе болса, мәселені баяғыда шешіп тастайтын еді. Челси клубында басқа да мәселелер бар сияқты. Түндегі батырлардың ойыны керемет болды. Ол батырлар Атлетико Мадрид клубы Кадисқа 2-0 есебімен жеңіліп жатты. Бірақ та мінез көрсетті. Характер бар клуб, соңына дейін ойнайтын клуб екенін көрсетті. Ол Диего Симеонның өзінің характері, Диего Симеонның клубы осындай мінезбен ойнайтын ойыншылар. Енді бұны түсінуге болады, бірақ та 2-0-ден ойынды алып шығу деген оңай дүние емес, қандай клуб болсаңыз да. Ал енді кеше Атлетико Мадрид соны жасады. Сауль өте тамаша ойнады. 1-2 маусым өзінің ойын таппай жүрген болатын. Өте керемет ойын көрсетті. Кеше Де Пауль тек қана Мессидің қорғаушысы емес, Мессидің телохранителі емес, оққағар емес, алаңда да керемет ойнайтынын көрсетіп жүр қанша мәрте. Ал енді Гризман ол енді ғұлама. Гризманның доп ұстауы, алуы, допсыз жүруінің өзі қандай ғажап. Гризман менің өзімнің деңгейімде, ойымда топ 10-қа кіретін ойыншы. Ал енді Анхель Корреа осы дубль жасады, алға шығарды командасын. Өте тамаша ойыншы. Жалпы кеше керемет ойын көрсеткен ойыншылар көп болды Атлетико Мадридта. Өздерін бірден жинақтап алып, жақсы ойын көрсетіп тастады. Енді бұндай ойыны үшін Атлетико Мадридқа тек қана қошемет соғуға болады, достар.
Рома клубының жағдайы қазір өте нашар, 16-шы орында тұр, 6 ойында бірақ жеңіске жетті серия Ада. Ал енді бұл Жозе Мауриньоның ғана кінәсі деп айтуға келеді ма? Бұл сұраққа Жозе Мауриньоның өзі жауап берді. Менің мүлдем кінәм жоқ деді. Мен барлық тактиканы дұрыс жасаймын, бірақ та маған керек күшті, маған керек ойды алаңда ойыншылар көрсете алмайды деді. Ойыншыларға жаба салды. Жозе Мауриньоның бұндайы бар енді. Ал енді Рома клубының басшылары бір жері сынған сияқты. Жозе Мауриньо дейтін машинаның енді басқа машина аламыз ба? Қалай қарайсыңдар деп ақылдасып жатыр екен. Басқа бапкер ол өздеріңізге айтып та өттік алдыңғы жаңалықтарда. Оның бірі Антонио Конте, екіншісі Тиаго Мотта. Енді Антонио Конте барат дегенге мен өз басым қатты сене қоймаймын. Өйткені өзінің деңгейінен төмен санайды Романы, және де ол чемпиондықты ала алатын командаларға ғана таңдап, ақырын басып анық қарап, бет албаты өзінің мансабын құртып алатын клубқа бармайды Антонио Конте. Ал Тиаго Мотта қуана келісуі мүмкін. Ал енді Тиаго Моттаны шақырып алғаннан гөрі Жозе Мауриньоға сене берген дұрыс па деп ойлаймын мен өз басым. Жозе Мауриньо жақын қашықтықтағы ойындарға қарамайды ол. Бір-екі ойын ұтылып қалуы мүмкін, бір-екі ойында тең ойнап қалуы мүмкін, бірақ та ол ұзақтыққа, дальний дейді ғой, ұзақтыққа жарысты жақсы жасайды. Қазір 16-шы орында тұрса, Рома мысалы, маусым біткеннен кейін 4-ші, 5-ші орында тұруы мүмкін. Ғажап емес. Сондықтан да Жозе Мауриньо әлі сол легендарный аңыз Жозе Мауриньо. Сондықтан да дәл соған сенім арта салған дұрыс па деп ойлаймын мен. Месси енді ойнамауы мүмкін. Жалпы футболда емес, осы маусымда ғана. Енді осындай хабарлама шықты, Месси осы маусымда алаңға шықпайды деген. Бірақ та Интер Майамидің бапкері айтып жатыр, Месси қазір жеке дайындалып жүр алаңда, бірақ та күннен күнге жағдайы жақсарып келе жатыр. Жақын арада алаңға оралуы да мүмкін. Оны өздеріңіз көресіздер. Осы менің сөзім дұрыс па, немесе осы хабарламаны шығарған адамның сөзі дұрыс па? Оны көре жатарсыздар. Бірақ та Месси осы жақын арада алаңға шығып қалуы мүмкін дегенде ақпаратты Интер Майамидің бапкері Жерар мырза берді. Ал енді Мессидің өзі де кейінгі кезде талай сұхбаттарды беріп жатыр. Мессидің арманы өзінің мансабын Ньюэлс Олд Бойс атты аргентиналық клубта аяқтау. Ал ол клуб Мессиді күтіп алу үшін барын жасауда. Бұған дейін де қанша рет айтқан, соңында Месси мансабын сол жақта аяқтайтын тәрізді, ол жаққа барып та бір-екі рекордты бұзатыны анық қой. Ал енді біздің бүгінгі жаңалық бойынша Месси алаңға оралуы да мүмкін жақын арада. Ал енді осы Месси осы маусымда ойнамайды деген жаңалыққа сенсек, ол да рас болып қалуы мүмкін. Бізде әліптің артын бағып күтуден басқа амал жоқ әзірге. Бүгін сіздер үшін арнайы әзірлеген футбол ақпараттарымыз осындай. Ұнаса лайктарыңызды басып арнамызға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар.